Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен миксерсіз жасалатын, жұмсақ болып шығатын өте оңай пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Қараңыздар, арасы жұмсақ, керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Видеоны толықтай қарап, арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып, шекерімізді қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біздің жұмыртқамыз, қаймағымыз қыздар алдын ала холодильниктен шығарып қоямыз. Бөлме температурасында болғаны дұрыс. Енді қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне қаймақты қосамыз, ерітілген сары майды қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бізге ешқандай да миксердің қажеті жоқ. Енді кішкене ванилин қосамыз. Содан соң ұнымызға қопсытқышты қосып, араластырып, илеуіштен өткізіп, массамызға қосамыз. Мен осылай 2 бөлікке бөлдім. 2 немесе 3 бөлікке бөліп қоссаңыздар болады. Жақсылап массамыз біріккенше араластырамыз. Арасында ешқандай ұн, ешқандай іртік болып қалмауы қажет, сондықтан толықтай асықпай араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді үстіне қалауыңызша мейіз, жаңғақ немесе шоколад қоссаңыздар да болады. Мен осылай мейіз кішкене ғана қостым. Енді формамызға салып, 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз жылдам піседі. Формамызға осылай толықтай жайып, барлық жеріне тигізіп, осылай сілкіп алғанымыз дұрыс. Біздің пирогымыз тез піседі. Қараңыздар, піспегенін осылай шпажканың көмегімен тексерсеңіздер болады. Өте жұмсақ, дәмді пирогты сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны толықтай қарап, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Нұрия. Қош сау болыңыздар.